Көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурызға орай қандай әлеуметтік көмектер көрсетілмек? Бір жолғы берілетін төлемнің көлемі қанша болады? Аталған қаражат қай өңірдің тұрғындарына берілетін болады? Тақырып қызықтырса, видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Қарағанды облысында 8 наурыз қарсаңында халықтың әлеуметтік осал топтарына кіретін 21.861 әйел бір жолғы төлем алатын болады. Әр аймақтың бюджеттік мүмкіндігіне байланысты болмақ, деп хабарлайды Қарағанды облысының әкімдігі. Атап айтқанда Қарағанды, Теміртау, Приозерск, Осакаров және Шет аудандарында мерекеге орай 4 және одан да көп баласы бар көп балалы аналарға және алтын алқа, күміс алқа алқаларымен марапатталған көп балалы аналарға ақша аударылатын болады. Балқашта көп балалы аналар, құрметті азаматтар, тыл еңбеккерлері, Ұлы Отан соғысы қатысушыларына теңестірілген адамдар, еңбек ардагерлері, белсенді емес тыл еңбеккерлері, мүгедек балалар, белсенді емес жалғыз тұратын әйелдер, қайтыс болған Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің әйелдеріне төлем аударылатын болады. Саранда 4 және одан да көп баласы бар көп балалы аналарға, алтын алқа және күміс алқа алқаларымен марапатталған көп балалы аналарға, мүгедек балаларға, аз қамтылған отбасыларға беріледі. Абай ауданында халықтың әлеуметтік осал тобына, аз қамтылған көп балалы отбасыларға, мүгедектерге, зейнеткерлерге, түрлі саладағы қызметкерлерге бөлінеді. Ақтоғай ауданында 4 және одан да көп баласы бар көп балалы аналарға, алтын алқа және күміс алқа алқаларымен марапатталған көп балалы аналарға, аз қамтылғандарға, мүгедектерге, зейнеткер әйелдерге берілетін болады. Бұдан бөлек Бұқар Жырау ауданында аз қамтылған көп балалы отбасылардан шыққан әйелдер, мүгедектер, зейнеткерлер және халықтың әлеуметтік осал тобына қаржылай қолдау көрсетіледі. Қарқаралы ауданында 18 жасқа дейінгі 4 және одан да көп баласы бар көп балалы аналарға, алтын алқа, күміс алқа алқаларымен марапатталған көп балалы аналарға, аз қамтылған мүгедектерге беріледі. Нұра ауданында аз қамтылған көп балалы аналар, жастар бір жолғы қолдау алатын болады. Кейбір қалалар мен аудандарда мерекелік түскі ас, азық-түлік жиынтықтарын тарату жоспарлануда. Белгілі бір аудандардағы қайырымдылық ұйымдары жеке секторда тұратын аз қамтылған отбасыларға барады. Оларға отын, шөп, көмір және басқа да қажетті заттар жеткізіледі. Басқа өңірлер әзірге үнсіз. Аталған көлемдегі қаражат өзге өңірлерге беріле ме жоқ па, ол жағы әзірге белгісіз болып тұр.